Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бұл каналымызда біз атақты мұсылман әлемінің түс шырушы ғалымдардың еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол себепті каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Бүгінгі түс шыруымыз түсімде қайшы көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер де түсіңізде қайшы көрсеңіз, жұбайыңызбен көп ұрысатындығыңызды білдіреді. Әйел адам түсінде қайшымен киім қиып отырғанын көрсе, жақында ұлының үйленетіндігін білдіреді. Түсіңіздегі қайшы сіздің екі нәрсенің қайсысын таңдаймын деп басыңызды ауыртып жүргендігіңізді білдіруі де мүмкін. Егер де түсіңізде қайшымен шашыңызды қиып жатсаңыз, рызық несібеңіздің артатындығын білдіреді. Сондай-ақ сіз түсіңізде қайшы көрсеңіз, сіздің адамдарды тез татуластыратын жақсы қасиетіңіздің бар екендігін білдіреді. Жүкті әйел түсінде қайшы көрсе, ұлды болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде қайшымен тырнағыңызды қиып отырсаңыз, ауруыңызға ем табатындығыңыздың белгісі. Бойдақ қыз түсінде қайшы көрсе, оны көре алмай жүрген құрбысымен ұрысып, аралары біржола ажырайтындығын білдіреді. Сондай-ақ бойдақ қыз түсінде қайшы көрсе, Аллаға тәубе жасау керек екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде күйеуінің киімін қайшымен қиып отырса, күйеуімен татуласатындығын білдіреді. Ал егер сіз күйеуіңіздің шашын қиып отырсаңыз, күйеуіңіздің жұмысында жақсы орынға отыратындығын білдіреді. Түсіңізде егер сізге біреу қайшыны тығып алса, сіздің бастаған ісіңіздің жаман екендігін білдіреді. Сол үшін ол істі тоқтатып, басқа жұмыс бастаңыз. Достар, егер де осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментария жазыңыз. Сондай-ақ бұл видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.